облысы Шардара қаласы нөмірі 2-ші Жамбыл Жабаев атындағы бастауыш мектебінің 4-ші сынып оқушысы Мұхтар Қайсар. Жобаның тақырыбы бұл теңіздегі қоқыстарды жинаушы робот. Біздің негізгі мақсатымыз адамдардың жұмысын жеңілдетіп және таза қоршаған ортаны таза ұстау, біздің еліміздің экологиясын мәдени арттыру болады. Бұл робот өздеріңізде білетін шығарсыздар. Адамдар жағажайға көп барады және барған сайын қоқыстарын тастап кетеді. Ол қоқыстарды тастап кеткен соң, ол ауа бізге лас ауа болады да адамдарға зиянын тигізеді. Бұл роботты мен сол үшін жасап шықтым. Ол адамдарға қауіпсіз және болашақта бұған бәріне көмектеседі деп ойлаймын. Бұны 2 жыл зерттедім және макетін жасап шығуға 6 ай уақытым кетті. Роботтың құрылысына келетін болса, роботта 3 мотор және 1 көру датчигі, адамдар мен қоқыстарды ажырату үшін және 1 хаб. Бұл жобаны қорытындылай келе, біздің еліміздің экологиясын дамытып және осы Қазақстанның бір қосқан үлесін деп ойлаймын. Бұл роботты таза ауаны сақтау және суды таза ұстауға шығардым. Ең соңғы сөздерімді өлең шумақтарымен аяқтаймын. Шардара суға жол салар, робот жасап сыр ашар, тереңдікке үңіліп, болашаққа ұмтылар.